Армысыздар, Елбес телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Бибінұр Хамитқызы. Бүгін хабарымызда. Павлодар облысының аумағына бір аптада 13 мың ресейлік кірген. Халыққа қызмет көрсету орталығында ыстық шай тәтті бауырсақпен қарсы алды. Адам өлтірді деген күдікті 20 жыл бойы құқық қорғаушылардан қашып жүрген. Оған 14 жылға қамау үкімін шығарды. Павлодарда шамамен 500 үйге жылу берген. В этом году сказала, к концу недели даст, не знаю. Посмотрим. Ойна музыкант, 20 жастағы гитарист жер асты өткелінде қанша ақша табатынын айтты. Павлодарда жеке сәйкестендіру нөмірін алуға өтініш білдірген Ресей азаматтарының саны артты. Халыққа қызмет көрсету орталығының ақпараты бойынша жұмысты күшейтуге тура келген. Ұзын сонар кезектің алдын алып, біздің аймақ тұрғындарына қолайсыздық тудырмасы үшін қызметкерлердің санын арттырған. Павлодардың теміржол вокзалында бірнеше күннен бері адам саны көп. Айырбастау орындарында да негізінен ресейлік ер азаматтар. Көбісі жолшыбай соққандарын айтады. Барлығына қыркүйектің 21-і жарияланған ішінара мобилизация себеп. Давно уже планировал транзит в Таиланд. Таиландқа транзитті көптен бер жоспарлаған едім. Осы бәрін әуреге салған мобилизация басталды. Шекараны жауып тастамас бұрын Қазақстан арқылы транзитпен баруды шештім. Очереди на границе, большие, много машин, много мужчин едет, и все пытаются как-то проехать. Вы на границе сколько стояли по времени? Где-то часа 3, может 4. Әрқайсының өз жоспары бар. Алғашқы уақытта Павлодарда тұрақтамақ. Полицейлер көші-қон заңы бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Естеріңізге сала кетейін, шетелдіктер Қазақстанда тіркеусіз 3 күннен артық бола алмайды. Халыққа қызмет көрсету орталығында жеке сәйкестендіру нөмірін рәсімдеуге келгендер көп. Халыққа қызмет көрсету орталығының ақпараты бойынша Ресей азаматтары банкта есеп-шот ашу үшін және мүлікті рәсімдеу үшін жеке сәйкестендіру нөмірін жасатады. Қыркүйектің 21-нен бастап мыңнан астам өтініш түскен. Бүгін мұнда келушілерді ыстық бауырсақ және тәтті шаймен қарсы алуда. Осылайша қонақжайлылық танытуды шешкен. Все хорошо на самом деле. Шекарада да, қалада да жақсы қарсы алуда. Тіпті танымайтын адамдар қаланы көрсетіп барлығын таныстыруда. Қазақстан халқы қонақжай екеніне көзім жетті. Көші-қон қызметінде де күшейтілген тәртіппен жұмыс жасауда. Мұнда да қызметкерлер санын көбейткен. Жай күні 10-15 шетелдікке қызмет көрсетсе, қазір 80 адамға дейін жүгінеді екен. Облыстық әкімдікте қонақ үйлердегі орын туралы айтты. Такого наплыва никто не ожидал. Осыншама көп адам келеді деп ешкім күткен жоқ. Барлық қонақ үйлер 95-98% толық. Келіп кетіп жатыр. Шенеуніктер жалдамалы пәтер құнын бақылай алмайтындарын жеткізді. Жеке меншік иесі бағасын өзі қояды. Полицияның ақпараты бойынша Павлодар облысына 13 мың ресейлік кірген, олардың 8 мыңы қалған. Әзірге ресми тіркелгені 500-ге жуық. Келушілер біздің аймақта көпке қалама немесе кетеме, оны бақылау мүмкін емес дейді. Бибінұр Хамитқызы, Артем Клеван, Серік Қонақбаев, Елбес телекомпаниясы. Павлодарлықты 20 жылдан аса уақыт бұрын адам өлтірген үшін 14 жылға бас бостандығынан айырды. Күдікті қылмыс жасаған соң ізін суытқан, содан оны жақында ғана тапқан. Қылмыстық істі алқабилердің қатысуымен қарады. Бүгін сотта хабарлағандай 1999 жылы павлодарлық ақша үшін аңшы қаруынан өз құрбанының басына оқ атқан. Көп жылдар бойы Кавказда жасырынған. Жақында оны тауып елге қайтарды. Қылмыстық істі қайта тергеп сотқа жеткізді. Алқабилер 42 жастағы ер адамды бас бостандығынан айыруға дауыс берді. Қылмыстық кодекстің 1997 жылғы 16 шілдесіндегі редакциясы мен 96 баптың 2 бөлімі бойынша қылмыс жасағаны үшін кінәлі деп танылып, қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі жоғары мекемесіне 14 жылға қамау жазасы тағайындалсын. Сот үкімімен ер адамға қайтыс болғанның жұбайына 8 миллион теңге моральдық шығын төлеуге міндеттеді. Қонымды ішінара қанағаттандырды. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Бибінұр Хамитқызы, Серік Қонақбаев, Елбес телекомпаниясы. Павлодарда жас өспірімді көлік қағып кеткен. Ұл бала түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді. Ал Елбес телеарнасының ресми парақшасындағы жаңалықтар ерекше талқыланады. Солардың біріне әлеуметтік желі жаңалықтарында тоқталамыз. Көрейік. Әлеуметтік жаңалықтардың демеушісі энергетик емдеу сауықтыру орны.
Қыркүйектің 27-сі Назарбаев даңғылындағы сауда үйлері бірінің қасында кешкі уақытта жасөспірімді қағып кеткен салдарынан ер бала түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді деп хабарлайды денсаулық сақтау басқармасында. Жағдайы орташа ауыр. Жауынды күні жолда абай болу керек, жүргізушілерге де, жаяуларға да. Алла шипасын берсін. Ғаламтор жылдамдығы өте төмен. Павлодарлықтар осындай пікірде. Ер-бес телеарнасының интернет туралы ақпараты ресми парақшада ерекше талқыланды. Адамдардың басым бөлігі байланысты нашар екендігіне шағымданған. Байланыста интернетте өте әлсіз. Қайда бар екен деп іздеп жүресің. Бағасын өсіргенде сондай, ал сапасы төмендеп барады. Ешқашанда ескертпей алдын ала хабарламай қымбаттата салатындары ұнамайды осылардың. Үйлеріңізді қалай жылытып жатырсыздар? Бүгін телекомпанияның ресми парақшасында тұрғындардан осылай сұраған едік. Адамдардың көбісі жылудың жоқ екендігін жазуда. Кейбіріне берген, біразы жекеменшік үйде тұрамыз дейді. Әлеуметтік жаңалықтардың демеушісі энергетик емдеу сауықтыру орны. Энергетик емдеу сауықтыру орнында сіз диагностикадан өтіп, мамандардың кеңестері мен емдеу сауықтыру қызметтерінің толық кешенін ала аласыз. Энергетик емдеу сауықтыру орны Академик Шокин көшесі 1А мекен-жайы бойынша орналасқан. Және дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 8:30-дан кешкі 17:30-ға дейін жұмыс жасайды. Павлодарда Қызыл әскердің соңғы шайқасы өткен жерден капсула әкелініп, туған туыстарына табысталды. Жауынгерлерді құрметпен еске алып, 14-ші мектеп мұражайына жиналғандар 1 минут үнсіздік жариялады. Айта кету керек, шара Республика күні қарсаңында өткізілді. Армизов Закрия және Көпсамат Ахметов Қызыл әскердің сарбаздары. Майданда ерлікпен қаза тапқан батырлардың соңғырс өткен жерден жер капсуласы әкелініп, туыстарына табысталды. Закрия Армизов 1920 жылы дүниеге келген, Павлодар облысының тумасы. 1941-1944 жылдар аралығында 02-205 әскери бөлімінде қызмет етті. 1944 жылы 8 наурызда жауынгер батырдың ұрыс жолы аяқталып, ерлікпен қаза тапты. Пал бою. Майданда ерлікпен көз жұмды, мен оны мақтанышпен айта аламын. Бүгін біз үшін отбасы, туған туыстарымыз үшін қандай қуанышты күн екенін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Жігіттерге көп рахмет. Алдағы уақытта бір ғана тілегім бар. Әлемде тек тыныштық болсын, қан төгіс, соғыс болмасын дегім келеді. Капсуланы туыстарына табыстамас бұрын іздеу жасақтары үлкен жұмыстарды атқарды. Айтуларынша сәтті кездейсоқтықтарда орын алған. Определили место его захоронения. Оның жерленген жерін тауып, Беларусь іздеушілеріне жүгіндік. Олар туыстарына жеткізу үшін Могилев облысына барып, жер капсуласын алды. 23-24 қыркүйекте өткен конференцияға қатыстық. Сол жерге капсуланы Беларусь іздеу жасағы бізге табыстады. Салтанатты шара өткен мұражайдағы гидтердің бірі оқушылардың өздері. Мәселен, 10-шы сынып оқушысы Дана мұнда өтетін шаралардың ешқайсысын босатпайды. Наш музей біз мұражайға жиі келеміз, қонақтарды күтіп аламыз, өзімізде кіріп қараймыз. Сөзсіз отанның ата-бабаның тарихын білу керекпіз. Сонымен қатар жаңа экспонаттар келген кезде біз ұстазымызға көмектесіп, оларды сөрелерге орналастырамыз. Ал іздеу жасағы сарбаздарының айтуынша, алда із-түзсіз жоғалған батыр жауынгерлерді іздеу жұмыстары жалғасын табады. Альфия Омарова, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Соңғы уақытта еуропалық валюта нарықта құнын жоғалтып алғаны байқалады. Сарапшылардың мәлімдеуінше, мұндай төмен бағалар бірнеше жылдан бері болмаған. Мәселенің мән-жайын тілшіміз Айгерім Талғат тарқататын болады. Қазір Еуропада дағдарыс орын алып, инфляция жүріп жатыр. Бұл жайт еуро мен доллар арасындағы үлкен айырмашылыққа келіп соқты деген болжам бар. Айта кетсек, валюта айырбастау бағамдарында еуро 468 теңге, ал бұл ретте ақш доллары өз басымдығын танытуда. Европа сейчас в кризисе.
Европа қазір дағдарыста, энергетикалық ресурстардың болашағы мен қыстан қалай шығатыны белгісіз. Сонымен қатар ақш федералды резервтік жүйесі мөлшерлемесін көтерді. Европадағы инфляция, мұның бәрі доллар, евро жұбына әсер етеді. Тиісінше биржада доллар тұрып қалса, теңге де өзгермейді. Ал евроның долларға қатысты бағамы төмендесе, теңгенің де бағамы құлдырайды. Евро мен доллар жұбының болашағы әлі белгісіз. Алдағы уақытта бұл жағдай күрт өзгеру әбден мүмкін. Тағы айта кететін жайт, валюта сарапшысы соңғы 3-4 күнде рубль валютасын теңгеге алмастыру фактілері аса үлкен сұранысқа ие екенін атап өтті. Айгерім Талғат, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Әлем бойынша Қазақстан суды көп пайдаланатын елдер қатарында екен. Өзге мемлекеттермен салыстырғанда бізде тарифтердің төмен болуы негізгі себеп дейді сарапшылар. Бизнес жаңалықтарына кезек берейік. Дархан Бекешев бүгін аталмыш мәселеге тоқталып өтпек. Рахмет әріптес, кеш жарық. Судың да сұрау бар дейді. Десе де қазақстандықтар суды үнемдемейді екен. Әлем елдерін World Matters сарапшылары тексеріп өтіп, Қазақстанда суды ең көп сараптайтын елдердің қатарына жатқызып отыр. Белгілі болғанда еліміздегі жан басына шаққанда күнделікті суды тұтыну көлемі 3,5 мың литрді құрайды. Оның себебі елде сумен жабдықтау тарифтерінің өте төмендігіне байланысты болуы мүмкін. Салыстыратын болсақ, көрші Ресейде бұл көрсеткіш тек 1,3 мың литр, Грузияда 1,2 мың литр, ал Ұлыбританияда бір адамға 348 литр ғана. Ал бірінші орында Түркменстан, мұнда жан басына шаққандағы күнделікті су тұтыну көлемі 16,3 мың литр. Мега сауда үйінде әртүрлі фабрикалар жиһаздарының үлкен таңдауы бар. Диван, ас үй мен жатын бөлме гарнитуралары. Үлгілері заманауидан ыңғайлыға дейін. Сонымен қатар, қарттар күні қарсаңында 25-тен 50%-ға дейін жеңілдіктер ұсынылуда. Мега дүкеннен сатып алу кезінде сізге жайлылық пен сапаға кепілдік беріледі. Сонымен қатар, облыс бойынша 150 шақырымға дейін тегін жеткізу уақытша жұмыс істейді. Сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында трамвай депосы аялдамасында орналасқан. Ал Ральф Рингер еуропалық аяқ киім салоны күзгі және қысқы аяқ киімнің жаңа топтамасымен танысуға шақырады. Ассортимент ерлерге де әйелдерге де арналған. Ең талғампаз жандардың өзі таңдау жасай алады. Өнімнің басты қасиеттерінің бірі жайлылық пен заманауи дизайнның керемет үйлесім табуы. Жоғары технологиялық табандар тұрақты жайлылықты қамтамасыз етеді. Ал серпімді материалдардан жасалған ыңғайлы Ральф Рингер аяқ киімдермен күнделікті жүріс нағыз рахатқа айналады. Ральф Рингер салондары Тұлпар сауда үйінде орналасқан 221 бутик және Артур 2-де 356 бутик және Ескі Цумдағы 22 бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсу қаласында Агидель сауда үйіндегі 22 бутикке баруға болады. Қыс жақындап келеді, сондықтан асығыңыздар. Пайдалы және дәмді жаңалық, суық тию және витаминоз кезінде табиғи өнімдер денсаулықты арттыруға көмектеседі. Бұл ретте бал тамаша ем болмақ. Өнімнің ең үздік түрлерін сіз Мед Алтая бөлімінен таба аласыздар. Дүкен сөресі Естай көшесі 81-де орналасқан Квазар сауда үйінде. Ассортиментте хош иісті балдың элиталық сорттары бар. Бағасы таңғалдырады. Бір келісі 2000 теңгеден басталады. Науқан да ескерілген. 1 килограмм элиталық бал сатып алғанда екінші келісі сыйлыққа беріледі екен. Асығыңыздар. Соңында валюта бағамына көз жүгіртсек. Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 479, евро 468 теңгеден, ал рубль 7 теңге 60 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы сөз кезегі өзіңде, әріптес. Дархан, рахмет. Хабарымызды жалғастырамыз. Павлодардың тұрғын үй қорын жылыту маусымына қосу шарасы жалғасуда. Естеріңізге салсақ, алпауыт күніне 100-120 көп қабатының ысырмасын ашуда. Бұл уақытта синоптиктер қазан айының басында салқын болады деген болжамдарын айтты. Облыс орталығындағы тұрғын үйлердің батареялары қыркүйектің 26-нан қыза бастады. Алпауыт мамандарының ақпараты бойынша бүгінде 447 көп қабаттыға жылу берілді. Осыған байланысты павлодарлықтар өз ойларымен бөлісті. Проживая на Сатпаева 19, отопления нету. А по какой причине, вы знаете? Нет. Через дом напротив, на Советов бывшая, есть отопление. У нас нет. Проблема в том, что нам нужно менять бойлер. Он вышел из строя. И целое лето висело объявление жильцам, чтобы сдали деньги. Теперь пока вот мы не соберем все деньги,
у нас не будет холодно. Никогда перебоев с отоплением не было, всегда вовремя давали. 24 сентября, как положено. Ну вот в этом году сказала, к концу недели даст, не знаю. Посмотрим. Ну, в школе еще нет отопления. Жылыту маусымы алғашқы қардың түсуімен тұспа-тұс келді. Соңғы күндері павлодарлықтарға облысымызда ауа температурасы күрт төмендейді деген хабарламалар келуде. Осыған байланысты синоптиктер алдағы болжамдармен бөлісті. Сегодняшняя погода. Бүгінде ауа райының күрт салқындығы солтүстік батыстан суық циклонның өтуімен байланысты. Атмосфералық фронталдық бөлімдер де соған байланысты. Сол себепті бүгін облыстың басым бөлігінде таңертең кішігірім қар жауды. Синоптиктердің қазанға берген болжамдары бойынша алдағы айда ауа температурасы орташа 3-5 градус нөлден жоғары болады. Жауын-шашын мөлшері де нормаға сәйкес болады деп күтілуде. Айтмұхамбет Айғожа, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Зеленстрой ауданының тұрғындары кәріз жүйесінің құрылысы созылып кеткенін айтады. Қазу жұмыстары 2 апта бұрын басталған. Қазір онда қызметкерлер көрінбейді. Сәйкесінше үйге апаратын жол жаңбырдан кейін батпақты ортаға айналады деген шағымдарын айтуда. Толығырақ мобильді қосымша айдарында. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Зеленстрой. Заезд со стороны Касправды. По Зеленстрою делают канализацию, и вот до нас дошла очередь. 2 недели уже как раскопали заезд вот здесь вот. И на этом работы закончились. Машины должны, по идее, объезжать. Машины ездят по обочине. Пройти с коляской практически очень тяжело. Вот. Это еще не было дождей. Сейчас пойдут дожди, будет грязь. Получается, вот в асфальте уже стоит ветка. Здесь уже вот после дождей глубокая яма, не знаю, сколько там метров. Ты боишься как бы не провалиться. Да, здесь запросто. Дети, чтобы не провалились. Вот, примите меры, иначе будем дальше жаловаться. Пока не случилось непоправимо. Вот люди красят, боятся даже наступить. Смотрите, вот улица Исы-Байзакова, да, частный сектор. Кому-то возле дома можно асфальт постелить в любое время, дня и ночи люди вот работают. Зато все наши улицы, то есть Чокина и так далее и тому подобное, на них на всех просто было наплевать. На улице холодно, дети мерзнут в квартире, отопление холодное. Телеканал Ирбис, разберитесь, когда дадут отопление. Маргулана 99. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Пәтер сатып алғыңыз немесе сатқыңыз келе ме, бірақ неден бастарын білмей жүрсіз бе? Шешім бар. Енді сатып алушы мен баспана іздеу үшін уақыт кетірудің қажеті жоқ. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі сіз үшін барлық жұмыстарды жасайды. Сатып алу, сату, мәміле жасау кезінде толық сүйемелдеу, ипотекалық қарыз, мүлікке салынған тыйым салуды жою, қайта жоспарлау мен қайта құрылымдауды ресімдеу, қолма-қол ақшаға құнын өтеп сатып алу, ал ең бастысы тегін кеңес беру және әр клиентпен жеке тіл табу. Тәжірибелі мамандар дұрыс таңдау жасауға көмектеседі, ал көптеген риза клиенттер осыған дәлел. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Павлодар машина жасау зауытында тағы бір ауқымды жобаны жүзеге асырды. Баламасы жоқ кран дайындап шығарды. Инженерлер тапсырыс берушінің барлық ұсынысын ескеріп, инновациялық технологиялар енгізген. RG сервис акционерлік қоғамы Павлодар машина жасау зауытында 120 күнде бірегей кран жинады. Ол созма материалды тасымалдауға арналған 20 тоннаға дейін жүк көтере алады. Биіктігі 22 метр. Кран специализированный, кран грейферный.
Кран мамандандырылған грифельді өзі ауыр, салмағы 80 тонна, ұзындығы 34 метрге дейін жетеді. Оған жиілік жетегі орнатылған. Кранды жиілікті түрлендіргіш арқылы басқаруға болады. Анкерлік желі қолданылған. Әрі қарай да барлық крандарды қауіпсіз болу үшін осындай пайдаланылады. Кран жобасын машина жасау зауытының конструкторлық технологиялық бөлімінде дайындаған. Сызбада ол осындай, есептен 1 миллиметрге де ауытқымаған. Нәтижесінде мінсіз құрылым пайда болды. Имеет в своем ряде. Тапсырыс беруші рельсті бекітуді сұрады. Біз оны жобаға енгізіп, тапсырыс берушілерге орнатып бердік. Ол жақында Павлодар машина жасау зауыты аумағына келіп көрді. Оған барлығы ұнады. Конструкторлық технологиялық бөлім инженерлері тапсырыс берушінің кез келген ұсынысын қарастыруға дайынбыз дейді. Өз жаңашылдықтарын да енгізеді. Кәсіпорында ең батыл жобаларды жүзеге асыру үшін барлық мүмкіндіктер мен жабдық бар. Альфия Омарова, Азамат Айтхалин, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Қаламыздың халық көп жиналатын орындарында музыканттарды жиі кездестіреміз. Мұндай орындардың бірі Сәтбаев көшесіндегі жер асты өткелі. Халық арасында ата әйгілі болып кеткен әншінің бірімен тілшіміз кездесті. Бұнда көше музыканттары көптеген жылдар бойы шоғырланған, және оларсыз бұл жерді елестету мүмкін емес. Бұзақылар бояп кеткен қабырғалар көркін көше әншілері келтіріп тұр. Әсіресе қазір күз мезгілі кезінде гитараның сыңғырлаған дауысын естіп, барлық өтіп бара жатқандар бір марқайып қалатыны сөзсіз. Ал көбі тіпті тиын тебен салып қолдап отырады екен. Все началось сейчас, так скажем, со школы. Өтіп бара жатқандардың 70% дерлік қалай болса да ақша сылады. Салғандар мен салмағандарға бірдей қараймыз. Біз қайыршы емеспіз ғой. Ең көп жинаған қаражат сомасы 3 сағатта 48 мың болды. Бұл 9 мамыр күні болған еді. Ал оған дейін 10 минутта 26 мың жинаған кезіміз болған. Данилдың музыкалық білімі жоқ, ал бұндай жерлерде өнер көрсетіп жүргеніне 5 жылдай уақыт болыпты. Көше әншісінің сөзінше түрлі келеңсіз жайттар жиі орын алады екен. Мысалы, бірде ішімдікке тойып алғандар қаладағы жиналған ақшаны сыпырып кеткен. Кейде тыңдармандар белгілі бір әуенді шырқауға тапсырыс береді. Бұл ретте халық арасында аса үлкен сүйіспеншілікке ие болған әндер жеткілікті. Айгерім Талғат, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Спорт жаңалықтарымен таныстыру үшін студияға Айтмұхамбет келіп үлгерді. Қош келдің, бүгін қандай ақпаратпен бөлісесіз? Сәлеметсіз бе, Бибинур? Футболдан Қазақстан U20 құрамасы Беларусьпен жолдасы кездесу өткізді. Ойын тең аяқталды. Самародов соғылған голдың авторы. Басқа да ақпараттар спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Баянтау спорт кешенінде акробатикалық гимнастикадан Азия чемпионаты жалғасуда. Байрақты доданың алғашқы жүлдегерлері де анықталып қалды. Ел намысын қорғағандар қатарында жеңімпаз атанған. Павлодарлық гимнасттар да аз емес. Павлодардағы 12-ші Азия чемпионатында Үндістан, Гонконг, Өзбекстан мен Қазақстанның 150-ден астам спортшысы қатысуда. Үлкен үзілістен кейінгі алғашқы халықаралық дода болғандықтан әр жұрт бір-бірінен асқан бағдарлама дайындап келген. Азия біріншілігінде Қазақстан намысын қорғаған Павлодар облысы спортшыларының еншісінде барлығы 14 медаль бар. 9 алтын, 4 күміс және 1 қола медаль. Отандық гимнасттардан басқа Өзбекстан құрамасы көптеп жүлдеге ілігуде. Біздің спортшылар алтын, күміс, қола медальдер алып үлгерді. Бекер келген жоқпыз, өте қуаныштымыз. Бәсеке жоғары, мықты тәжірибе алып жатырмыз. Қазақстандағы чемпионаттың ұйымдастыру деңгейі керемет. Бұл елде акробатикалық гимнастика бізге қарағанда әлде қайда дамыған. Халықаралық сайыста әзірге Қазақстан құрамасы бірінші командалық орынды иеленіп отыр. Әлі бірнеше санатта жеңімпаздар анықталуы тиіс. Щучинск қаласындағы ұлттық шаңғы орталығында Қазақстан чемпионаты басталды. Павлодар облысының құрамасы алғашқы тәртіптемеден жоғары орындарға жайғасты. Мәселен, Дарья Ришко арулар арасында үздік атанып, алтын медальге ие болды. Тағы бір жерлесіміз Анна Шевченко мәреге 9-шы келді. Ал Елизавета Толмачева тізімде 12-ші. Классикалық жүріс тәртіптемесінде Дарья күмісті місе тұтты. Бұл уақытта Рудныйда ертістің жастары жанкүйерлерді қайтадан таң қалдырды. Тұрақты чемпионат аясында павлодарлықтар айдын қожайындары Горнякты ұта жаздады. Барлығы овертаймда шешілді. Горняк жанкүйерлері алғашқы минуттан командасын алға тартты. Сәйкесінше айдын қожайындары ертісті жеңіл қарсылас деп ойлады. Алайда павлодарлықтар мұнымен келіспеді. Евгений Штайгердің тәрбиеленушілері барлығын таң қалдырып, Диас Атаханов, Юсуп Асуханов және Борис Левицкий шайба соқты. Капитан кезекті рет нәтижелі пас бере алды. Наигрываем на тренировках. Иногда получается, иногда нет.
Комбинациямызды жетілдірдік, кей кездері қолымыздан барлығы келіп жатады. Тәртіп бұзуды қою керек. Бұл бағытта мәселеміз бар. Команда капитаны ретінде дәл соққы жасау көрсеткішін арттыру керек. Ертістің 3 шайбасына айдын иелері бірден жауап қайтарды. 3-3 овертаймда Арслан Ямалов Горнякқа 4-3 есебімен жеңісті сыйлады. Демек павлодарлықтар ұпай жинап қайтты. Павлодарлық муайтай шеберлері Шымкент қаласында өткен іріктеу кезеңінің жүлдегерлері атанып, әлем чемпионатына жолдама алды. Облыс атын қорғағандар арасында құр қол келгендері жоқ. Барлығы жүлделі орындарға жайғасқан. Чемпиондармен тілшіміз жүлдесіп алған әсерлері жайлы біліп қайтты. 11-12 жас, 13-14-15 және 16-17-18 жас санатында 27 спортшыдан құралған команда оңтүстік шаһарға аттанып, олардың 10-ы алтын, 10-ы күміс және 7-сі қола медаль еншіледі. Айта кетсек, біздің спортшылар Астана мен Шымкентті артта қалдырып, жалпы командалық есепте бірінші орынға иеленді. Олардың сөзінше, бұл тәлімгерлердің аянбай еңбек еткенінің арқасы. Отличные бои показали у нас практически. Спортшылардың барлығы дерлік біз күткендей жақсы көрсеткішке ие болды. Барлығы жақсы дайындалды. Нұрасыл, Құсыкенов, Абылай, Панаян, Давид, Жұмабай, Диасты атап өткім келеді. Бұл жігіттер тамаша жекпе-жек көрсетті. Олар алдағы әлем чемпионатына қатысады. Алтын иегері атанған Нұрасыл шымкенттік және түркістандық спортшылармен 3 жекпе-жек өткізген. Олардың 2-сі мерзімінен бұрын аяқталған. Финалдық айқастың қорытындысы жерлесіміздің 3-0 есебімен жеңісі. Көптеген жаттығулардан өттік, көптеген жерлерге барып дайындалдық. Әрине біздің жаттығуларымыз өте қиын өтті. Жарыста сол қиындықты өткен үшін жарыс оңай соқты маған. Көбінесе техниканы қолдандым. Қара күшке онша көп жүгінген жоқпын. Техниканың арқасында чемпион атандым. Күні кеше Шымкенттен оралған тай бокс шеберлері бір орында отырған жоқ, себебі алдағы уақытта спортшыларды Таиландта өтетін әлем чемпионаты күтіп тұр. Бұл ретте чемпион жерлестеріміз қарқынды дайындықты бастап үлгерді. Екібастұз шахматшысы әлем чемпионатының қорытындысы бойынша үздік 5-тің сапына ілікті. 12 жасқа дейінгі зияткерлердің сайысы Батумиде өтті. Алия Жұмабаева 11 ұпайдың 8-ін жинап, 4-ші және 5-ші орын үшін таласты. Жеке кездесу және қосымша көрсеткіштер бойынша қазақстандық спортшы 4-ші тармақта. Алиядан бөлек жарысқа елден 4 шахматшы қатысқан. Ұлдар арасында Ахмет Сулейман жоғары нәтиже көрсетті. Ал павлодарлық баскетболшы қыздар жастар арасындағы Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары атанды. Дүбірлі жарыс Алматыда өткен еді. Алтын медальдер тағдыры финалдық кездесуде анықталды. Жастар арасындағы баскетбол чемпионатында Павлодар құрамасы соңғы жылдары 2 рет күміс жүлдегер атанған, сондықтан биыл алтын алуға деген жігер мықты еді. Чемпиондық атақ мәселесі соңғы жекпе-жекте анықталды. Все четверти шли в равную. 3 тур қорытындысы бойынша біз 2-ші орында келе жатқан едік. Соңғы финалдық кезең шешуші болды. Финалда біз негізгі қарсыласымыз Талдықорған құрамасымен кездесіп, 20 ұпайлық басымдылықпен жеңіске жеттік. Мінез көрсетіп, жеңісті жұлып алдық десек болады. Павлодарлық қыздар финалға жетпес бұрын Ақмола облысы, Шымкент қаласы, Түркістан облысы, Намыс командасымен Атырау облысы ұжымымен кездесіп, барлығын артта қалдырған еді. Финал қаншалықты, іріктеулердегі жеңістердің әрбіреуі де соншалықты маңызды дейді бапкер. Спасибо девчонкам. Финалдық ойын маңызды емес деп айтуға болмайды. Бұл нәтижеге әсер ететін негізгі кездесу ғой. Бірақ алдағы матчтарда өте қиын еді. Қыздар бәрін жақсы түсініп, салқын қанды өнер көрсете білді. Оларға деген алғысымыз шексіз. Чемпион атанған команда ойыншыларының көбісі жастар біріншілігімен қатар ұлттық баскетбол лигасында да өнер көрсетуде. Қыздар енді өзге турнирде де жүлдеге ілігу мақсатын қойып отыр. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз, арнамыздан ауыспаңыздар.
Трансформатор құралдарын ауыстыру жұмыстарына байланысты Лидовской көшесі 1-ден 25-ші дейінгі үйлеріне жарық беру тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары таңертеңнен түскі 12:00-ге дейін жоспарланған. Сондай-ақ электр құралдарының ауыстыруына байланысты Малайсары Батыр 12, Павлов 23-25 және Қамзин 14-18 мекенжайындағы көп қабатты үйлерге жарық беру тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары таңертеңнен кешкі 17:00-ге дейін жоспарланған. Бұдан бөлек қыркүйектің 29-ы электр құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Максим Горький, Астана, Роза Люксембург 29 ноябрь шаршысындағы үйлер уақытша жарықсыз қалады. Күннің басты оқиғалар осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамед Айғожа және де Бибінұр Хамитқызы. Жақсы күндерде жолыққанша.